Құрметті футбол сүйер қауым, Арсенал 1 және Мирас 2 командалар арасындағы жартылай финалдың екінші таймы басталды. Бірінші таймнан соң алғашқы 20 минуттан соң 4-2 есебімен Арсенал 1 командасы қазірше жеңіске жетуде. Қатарынан 3 голды Ясин соқты, одан кейін Мирас 2 командасы 2 голдың қарымтасын қайтарды. Альтайыр мен Бекнұр өздерін көрсете алды. Омар 4-ші голды соқты. Осылайша 4-2. Екінші тайм финал мәселесін шешіп береді. Өте қызықты ойын, 6 голды тамашаладық. Мирас 2 командасы Алихан шабуылға өтті, Альтайыр еді бұл жерде. Осы турнир кеше басталды. Мирас 2 командасы әлі де 1-1 матчта жеңілген жоқ. Жартылай финалда да осалдық танытпайды. Жеңіске жету үшін бар күшін салып жатыр. Жас бүлдіршіндер Ясин де доп. Енді осы Арсенал 1 және Мирас 2 командасының құрамында футболшылар Шымкентте көптеген турнирлерде бақ сынап жүр, бір-бірлерін біледі. Соққы болды Алиханнан. Жақында өткен турнирде Мирас 2 командасы жеңіске жеткен еді. Мирас командасы сол ойында біз сіздермен бірге тамашалағанбыз. Енді Арсенал 1 командасы сол реванш десек те болады. Көрейік, бұл футбол, барлық нәрсе болуы мүмкін. Болады да. Екінші таймды тек қана шабуылдар ұйымдастырып жатқан ол Мирас 2 командасы болады. Жеңіліп жатыр, финалға шыға алмай қалады. Оны түсінеді. Қазір жарақат алды. Арсенал 2 командасының футболшысы Альтайыр еді. Қазір соққы болады. Айыпдобы гол соғып алу мүмкіндігіне ие. Бекнұр ма, Альтайыр ма? Альтайыр соққы бағыттайды. Бекнұр қақпаның жанына жақындады оған. Арсенал 2 командасының футболшысы қарсылық танытады. Рұқсат берілді, соққы! Қақпаның жанынан өтіп кетті. Бізге қазір бапкерлердің жақсы көрінбей қалды. Ясин. Аут. Бекнұр допты алуға тырысқан еді. Негізінде бәрібір матч кезде жас футболшылар болса да бапкерлердің алаңға шықпағаны дұрыс. Негізінде оны да осы ойынды тамашалайтын болса келесі жолы ескереді деген үміттеміз бапкерлер. Ясин. Қазір Арсенал 1 футболшыларының Ясин ойынымен көзге түсуде. Сол қапталдан Дидар. Бұл жерде Мұхаммед Али сырғанап допты алаңға шығарып жіберді. Жасурдан соққы болады. Допты жеткізу керек. Тікелей гол есепке алынбайды. Міне қақпаға Бекнұр қайтарды, соққы Білалхан. Алихан қарымта шабуыл ұйымдастырып жатқан еді. Бекнұр. Енді Ясин покерма қақпашымен бірге бір соққы. Білалхан бұл жол қателіксіз ойнады. 5-ші гол соғуға тырысқан еді Арсенал 1 командасы. Мұхаммед Али оң қапталдан өтті, ойын ережесі бұзылды, негізі кешіктірілген фол болуы да мүмкін. Жоқ. Бекнұр қалай соққы бағыттай алмады. Бекнұрдың сәтсіз соққыларының бірі матчтағы. Шаршаған көрініп тұр. Альтайыр орнын босатты. 9-ші нөмірде алаңға шықты. Ол кім дейсіз ба? Раян Қуатбек. Алиханнан Бекнұрдан пас қақпашы. Раян соққы бағыттай алмайды.
Alihandan oң ayakпен соққы осылай, Бұрыштама доп. Бұрыштама доп қазір. Баспен соққы жоқ. Бекнұрда доп. Алтайыр жоқ алаңда, ол демалып отыр. Бекнұр жалғыз Алиханмен әрекет жасайды. Раян көмек береді оған. Доп қолға тиген жоқ дейді төреші. Бұл жерде қазір Мирас екі командасы бабанг жасап жатыр. Екі голды соғу керек, қателік керек емес. 4-3, 4-4 болса жаңа 3-0 кезде 3-2 қылған. Солай жасау керек міне. Ясин қарсыластан өтті, қақпашы үлгерді, допты ұстап алды. Арсенал екі командасының футболшылары да қазір Арсенал бір футболшыларына қолдау білдіріп жатыр. Арсенал екі командасы топтан шыққан, бірақ жеңіліп қалды. Финалға шыға алмады. Жанали допты ойын қосты. Айтары жоқ. Алихан Жаналиден допты алды. Раян Алтайыр алаңға шығатын сөзсіз. Демалып алып, себебі шабуылды күшейту керек. Мирас екі командасы. Хамедали алыстатады. Раян шабуылшы ретінде ойнауда. Алтайырдың орнына шыққан. Қазір мүмкіндігі болса, ол да гол соғуға тырысады. Бекнұр. Алиханнан соққы қақпаға кешікті. Қақпашының қолынан доп шықпады. Екінші таймның 8-ші минуты басталды. Қызықты матчтар жылдам өтіп кетеді. Жақсы. Ясин. Арсенал бір футболшылар пас дұрыс болмады. Ясин өзді әттеген айдап қалды. Алиханнан пас. Бекнұр алды қарсыластан допты. Жасур пас берді Омарға. Омардан Алихан ептілік танытты. Жоқ. Ойнау керек. Ойын ережесі бұзылған жоқ. Ашық футбол болып жатыр. Қазір гол қажет. Бір гол қажет. Мирас екі командасына кейін таразы басын теңестіруге тырысады. Жаналиден қорғанады. Ясин өз сөзін айта ала ма екен екінші таймда міне алдап өт қарсыласты. Жоқ. Он тапталды. Омарды күтті ма? Алдай алмады. Хамедалидің әрекеті. Финалға деген әрекет. Сол аяқпен соққы. Ясин. Бекнұр. Бекнұр және Ернұр екен. Егіздер екен. Кеше біз Бекнұрды Ернұр деп айттық, бірақ бұл Бекнұр екен. Міне Бекнұр шашады. Орнын босатады. Шамасы жетпей қалды. Оңай емес. Қазір демалып әрекет жасайды командасы. Алтайырда Бекнұрды демалуда. Екінші 10 минутта бар күшін салады деген үміттеміз. Арсенал футболшылары Жаналидің жоқ. Алихан допты алды. Жаналида шаршаған секілді жүгіруіне қарағанда соққы керек. Ал Мұхаммедали. Алиханчик, молодец, молодец, Алиханчик.
Ryan, oyuncular. İdi Ali, Rabaday. Canali, Rabaday Ali, Rabaday. Jasur. Çatsa. Yasin edi. Out. Muha özü. 2 gol gerek. Rayaç biliyorsun. Pas. Rayanda. Молодец, Rayaç. 4'te 2. Birinchi taymdagi 6 gol qazışı oyun erejesi buzildi. Mirasiyet komandasi. Ha, bir koy, çok koy. Alihan özü, Alihan. Alihan so'qqa bag'ishlaydigan bo'ldi. Hozir Arsenal bir komandasina ruxsat berilgandan so'ng ko'ringchi, Mirasiyet komandasi qanday ruxsat berildi. Demak, so'qqa gol! 4'te 3. Alihanning goluna qo'ya bo'ldi. Keremet gollarning biri. Bir gol qoldi. Bu jengis degan emas. Arsenal bir futbolchilari hozir gol so'g'ga harakat jasaydi, o'yinni o'zgartirdi. Canali, Omar, Muhammed Ali, Alihan, Muhammed Ali pas bo'ldi. Yo'q. Nag'is xarakter iki komanda vakillerinde. Arsenal bir de öte keremet oyun ko'rsatdi birinchi taymda. Yasinni kutamiz golni. Жақсы. Biroq Mirasiyet futbolchilari hozir tarozubasin tengashtirishga tirishadi. So'qqa keremet gol. Mine Alihanning gollari qanday ko'rinish olib жатыр ya. Dubl. 2 golda keremet ko'rinish oldi. Eslaringizga saqlab olingizlar. Alihan Abdurahim 14-nomerdagi futbolchi ikkinchi taymda qatoridan 2 gol so'qdi. Arsenal bir komandasini tarozubasin tengashtirdi. Endi barchasi basdan boshlanadi so'nggi 8 minut. Hozirgi goldan kuch olgan Miras 2 komandasi 5-golga harakat jasaydi. Arsenal bir futbolchilari o'yinni o'zgartirish kerak. Yasinning gol o'yinida chiqmay жатыр. Ne uchun? Shoshadimi? Alde mana osnay juguruv kerak. Olib qo'yasin dopti Yasin. Çok bermedi Mirasiyet futbolchilari. Didar, Muhammed Ali, Alihanning ikkinchi taymning eng üzdük oyuncusu Alihan 14-nomerda. Altayr men Beknurning jo'qligini bildirmay жатыр. Alanda o'zi playmaker retinde barliq javobgarchilikni o'zining mo'yinina oldi Alihan. 2 gol so'qdi. Ayıp golunda keremet o'rinladi. Arsenal bir futbolchilari qiyin жағдайga tushib qoldi. Birinchi taymdagi o'yinlar chiqmay жатыр. Canali'dan pas. Ulgerema out. Muhammed Ali dopni o'yinga qo'sadi. Yasindan 5 metr alista turuv kerak. Ali! Hozir Muhammed Ali dopni o'yin qo'sdi. Alihanga pas edi. Ali! Dop qo'lga tiydi. Alihan! Top qo'lga tiygan uchun to'xtatdi. Alihandan tag'i bir so'qqi ko'ramiz ba. Qaytalaymi ekan жаңа golda? Alde yo'qmi? Mana janko'llarda, ota-onalarda Mirasiyetni gol deb hozir qo'ldovda Alihanga bu tush bo'ladi. Alihandan bir so'qqi bo'ladi. Ruxsat berildi, so'qqa rekashi. Mirasiyet komandasi tag'i bir so'qqi. Alston
Қорғанады Арсенал бір толық. Ясин жауапкершілікті мойнына алуға әрекет жасады. Алиханның тағы бір соққы қақпашыдан сейв. Біздің даусымызға да әсер етіп жатыр. Молодец, bunu oyun. Міне ойын Мирасек командасы. Алтайыров алаңға шыққан. Есеп 4-4, нағыз жартылай финал матчы. Финалға жолдама, финал жолдамасы сарапқа салынуда. Асықпайды. Ясин допталуға әрекет жасайды. Міне алды Арсенал бір ойыншылары. Жоқ, болмады. Қазір бәрі ақыл кеңес беріп жатыр футболшыларға. Алаңда қалды Алихан. Жоқ, болмады. Canali допты алды Алтайырдан. Молодец, молодец, Алтайыр. Аут. Мухаммед Али. Характер көрсете алды Мирасек командасы. Тоқта. 3-2, 4-2, 4-4. Осындай нәтиже ойында. Есеп тең. Canali допты ойын қосты. Ясинға келді. Ясин қаны ойыныңды көрсетен сенде. Я, ол да екі ойыншы сырғанап допты алды. Ойын ережесін бұзған жоқпыз дейді Мухаммед Али. Қарымтасын қайтарады. Пас. Қақпаш үлгерді. Сәл қақпаш кешіккенде есеп өзгеру мүмкін. Ясин ойынға оралды. Мирасек командасы. Молодец, Алтайыр, молодец. Алтайыр қорғанады. Али, 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 ей! Барлығы аяқта тұр. Гол күтуде екі команда өкілдерді. Мирас аренада өтіп жатыр. Мирас екі команданың жанкүйерлері көп бұл жерде. Мухаммед Али де доп. 8-ші нөмірдегі Мухаммед Али Хабибуллаев. Мирасек командасы жеңіліп қалса да ренжімесе керек. Характер көрсете алды команда. Арсенал бір футболшылары енді жеңіс голын соғуға тырысады. Қиын болып жатыр. Матч аяқталуына 3 минут уақыт қалды. Ойын тізгін, ойын қарқын өз таманына ауыстырған ол Мирасек командасы. Мухаммед Али допты ойын қосады қазір. Төрешімен қазір түсінбеушіліктер пайда болды. Ата-аналар, команда өкілдері. Қиын болып жатыр қазір. Түртті деп жатыр, наразылық білдіріп жатыр қазір. Арсенал бір командасының өкілдері. Не болады екен енді? Кішігірім үзіліс айыпдолын орындайды. Міне Қазақстан футболының болашақтары осылар. Ясинға тиді. Өте қызықты ойын. Мухаммед Алидан Алиханға келді. Canali допты алуға тырысты. Алды Canali. Қарымтал шабуылмен жазалау керек қазір. Ясинге доп өтпей қалды. Алтайыр. Мухаммед Али қаны Canali допты ала ма? Кеше 3 матч сіздермен тамашаладық. Бүгін 4-ші матч. Бұрыштан доп. Мирасек командасының ойыншылары. Жоғарыдан пас болды.
Arsenal bir futbolchilar dopni qo'sdi. Qo'rg'ovchi 2 o'yinchi dopni olishga tirishdi. Endi offsaytda foydalana olmay Yasin qaqbashini yechib ulgurdi. Yasin sekund kechib offsaytda match oyoqda oldi. Penaltilar seriyasini ko'ramiz, hurmatli futbolchilar.